Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен күнделікті өмірде ас-ауқатымызға қолданатын, тек әртүрлі тағам қолдануға ғана болады деп ойлайтын картоп өсімдігінің пайдасы жайлы, халықтық медицинада қолданатын ауру түрлері жайлы мәліметпен бөліспекшімін. Каналымызды қолдау мақсатында лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз. Картоп әрбір үйдің асханасында кездесетін көкөніс. Картоптан мыңдаған тамақ түрін дайындауға болады. Сонымен қатар, картоптан крахмал көптеп өндіріледі. Картоп құрамындағы ақуызда адам ағзасына пайдалы аминқышқылдардың 14 түрін кездестірсек болады. 300 грамм қайнатылған картопта бір тәулікке жетерлік көмірсулар бар. Сонымен қатар 100 грамм жаңа піскен картоптың бойында 20 миллиграмм С дәрумені болады. Бұл көкөністің адамға азық, ағзасына ем боларлық пайдалы тұстары жетерлік. Картоп ең көп қолданысқа ие, әрі өте дәмді көкөністердің бірі. Ол С, В тобындағы дәрумендер мен калий, кальций, магний, мыс, мырыш, марганец, темір, хлор, йод, фтор және фосфор элементтеріне бай. Осындай бағалы қасиеттерге бай картоп түрлі дертке де дауа болады. Картоптан қолдана отырып, үй жағдайында біраз ауруды емдеуге болады. Бүгін сіздерге картоптың емдік қасиеті жайлы біраз мағлұмат ұсынамыз. Картопты таңдаған кезде жаңасын, жаңа піскенін, жас картопты таңдаған дұрыс, қолданған дұрыс болады. Себебі жас картоптар құрамы өте бай болып келеді. Картопты пайдалануға болатын бірінші емдік қасиеті жайлы айтамыз. Бірінші, асқазан жарасы. Қызыл картоп түрі болса жақсырақ болып келеді. Егер таппасаңыз, ақ картоп түрі де жарайды. Картоптың орташа көлемдегі 2 штугын алып, соковыжималкадан немесе қырғыштан өткізіп, картоптың 100-150 мл суын шығарып, яғни согын шығарып, аш қарынға 30 минут қалғанда ішесіз. 3 мезгіл ішсеңіз, бір апта 10 күнде асқазаныңыздың ауруы басылып, керек десеңіз асқазан ішек жараларының жазылғанына куә боласыз. Егер таңертең ғана ішсеңіз де, результаты жақсы көресіз. Тек 2 апта 20 күнде арасында ішу керек болады. Бұл сыналған тәсіл болғандықтан қорықпай іше беруіңізге болады. Егер асқазан жарасы үлкен көлемде болса, 1 ай ішсеңіз болады. 10 күн ішіп, 10 күн демалып, қайта 10 күн дәл осылай жалғастырасыз. Картоп құрамындағы крахмал согы арқылы шығып, асқазандағы жараның құрғап жазылуына себепші болып, жараның жазылуына жәрдем береді. Картопты шикілей қолданасыз. Екінші, әйел кісілерде көптеп кездесетін маткадағы миоманы да қарапайым шигі картоп согымен емдеуге болады. Күнделікті аш қарынға 200 мл картоп согын 15 күн бойында ішіп отырсаңыз, миомаңыздан құтыласыз. Картоп согы бұлшықеттердегі спазмды жойып, миомадан басқа гинекологиялық бірнеше ауруларды жоюға көмектеседі. Үшінші, қабынуға қарсы әсер етіп, иммундық жүйеңізді қалпына келтіреді. Соның әсерінен картоп согы ағзадағы бос радикалдарды, заттарды, шлактарды және токсиндерді, одан басқа да ағзаны улайтын заттарды босатуға көмегін береді. Егер сізді үнемі асқазан қыжылы мазаласа, картоп согын ішіп жүрсеңіз болады. 1 апта көлемінде. Картоп согының бактерияға қарсы пайдасы болғандықтан патологиялық микрофлораларды құтылып, табиғи пайдалы микрофлоралардың өсуін жоғарылатады. Асқазанның қышқылдығын төмендетеді. Тіпті күйген жерге картопты жұқалап кесіп, таңып қоюға болады. Оған да жақсы көмегін тигізеді. Картопты әр 2 сағат сайын 2-3 рет ауыстырып қою керек болады. Сонымен қатар, картоп оңай сіңетін тағам ретінде барлық жастағы адамдар үшін қолдануға жарамды тағам түрі. Құрамында қызыл қанды өндіру үшін маңызды рөл атқаратын темір мен фолий қышқылының көп болуына байланысты
картопты анемияның алдын алу үшін және емдеуге де қолданады. Артрит, ревматизм сияқты қабыну ауру түрлерін де емдеуге көмегі тиеді. Жоғарыда атап өткеніміздей, картоптың қабынуға қарсы әсер ететін қасиеті болғандықтан, картопты қабығымен кесіп, бір стақан тазартылған суға батырып, таңертең тамақтанар алдын ішіңіз. Егер эффект жоғарыласын десеңіз, картоп шырынын ішкен абзал. Картопты құрамындағы минералды заттар, калий және органикалық тұздардың жоғарғы мөлшері қабынуға қарсы тағамдардың біріне айналдырады. Құрамындағы калийдің әсерінен жоғарғы қан қысымын төмендетуге және тұрақтандыруға көмектеседі. Өйткені калий қан тамырларының кеңеюіне ықпал етеді және керексіз қан тамырындағы холестериннен құтылуға да көмегін береді. Картоп құрамында сүйектердің өсуіне және нығаюына көмектесетін темір, фосфор, кальций, магний, мырыш сияқты элементтер бар. Фосфор мен кальцийдің тепе-теңдігін сақтау өте маңызды. Өйткені фосфордың көп болуы және кальций жетіспеуі сүйектің сынғыштығының жоғарылауына және нәтижесінде остеопорозға әкелуі мүмкін. Картоптың соғы сонымен қатар қартаюға қарсы да әсер етеді. Картоп соғы құрамындағы В тобындағы витамині және антиоксидант қан айналымды жақсартып, соның әсерінен жасушалар нәрленіп, әжімдердің пайда болуы баяулап, пигменттік дақтар азаяды. Сонымен қатар картоп соғы зат алмасуды жоғарылатып, салмақтың азаюына да көмегін едәуір тигізеді. Картопты таңдағанда көктеп шыққан түйнектерден, сондай-ақ жасыл реңктері бар картоптардан аулақ болыңыз. Оның орнына толық пісіп жетілгенге дейін жиналған жас картопты ұсақтауын таңдаңыз. Оның құрамында көбірек қоректік заттар болады. Картопты ерте өну мен сусыздандыруды болдырмау үшін салқын, суық емес, қараңғы және құрғақ жерде сақтаңыз. Сондай-ақ тоңазытқыштан аулақ болсаңыз, өйткені бұл крахмалды қажетсіз қантқа айналдыруға әкеледі. Бүгінгі сіздерге берген мәліметтеріміз пайдалы болған болса, каналымызды қолдап кетіңіз. Бүгінгі сізге берген мәліметіміз кәдеңізге жарасын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.